Ассалаумағалейкем, қадірлі көрермендер. Бұл жолғы бейне баянымыз төлеңгіттің кім екенін ашып көрсететіндей болуы шарт. Сонда ғана көпшіліктің төлеңгітке деген қызығушылығы оянатын болады. Тек YouTube каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпауларыңызды сұраймыз. Құрметті көрермендер, 18 ғасырдың ортасында жоңғардың көшпелі мемлекеті бір жолата құлағанда, оның жерін Қытайдың басып алу қаупі күшейген болатын. Осы кезеңдерде қазақ билігінің жасаған қайратты қадамдарының бірі төре және төлеңгіттердің үлкен топтарын шығыстағы шекаралық алқаптарға қоныстандыруы болды. Қытайдың әскери кеңес қорында 1757-1758 жылдары Цин Манчжу әскерімен шайқасқа қатысқан қазақ батырлары мен төлеңгіттердің көбісі Абылаймен бірге Әбілпей сұлтан мен Барақ сұлтанды қолдағандар болып табылады. Тізімде төлеңгіттер аймағы Төленгу деп жазылған, олардың саны 1000 адам. Төлеңгіттердің 1000 сарбаздан тұратын құраманы басқарған Найманның теріс таңбалы руынан Жарылқап батыр болғаны айтылады. Жалпы бұл тізімде орта жүздің 42 батыры қай руға жататыны сандарымен берілген. Профессор Клара Хафизова апай атап өткендей, мәнжүр құжаттарында батырларды төлеңгіттерден бөлмей, Цин императорларының гвардияшылары сияқты қия сөзімен атаған. Цин императорының даңқ залында Жоңғария мен Шығыс Түркістанға жорық кезінде әскери ерліктермен ерекшеленген 200 батырдың суреті қойылған. Батырлардың көпшілігі мәнжулер, екінші орында моңғол халқа мен ойрат қалмақтар болып табылады. Бір қызығы, даңқ залында ойрат қалмақтың атақты батыры Аю Ши батырдың қара тұлпарға мініп, найзасын көлденең ұстап, қолын бұлғап тұрған толық метражды портреті қойылған. Хала, яғни Қара Батур деген атпен танымал. Бір қызығы, батыр атағын алғандардың көбі императордың жеке күзеттің офицерлері мен жеке шабармандары болған. Олар жорық кезінде императоры Сян Лунның әскерін басқарған және көрші елдердің билеушілеріне елшілікке барған ең сенімді адамдары болған. Қызметі жағынан олар қалмақтар мен қазақтардың арасындағы төлеңгіттерден еш айырмашылықтары болмаған. Сол сияқты Севан Радан ханның 7 төлеңгіті белгілі. Ол ағасы Галдан ханға бағынғысы келмей, одан ат кекілдің кесіскенде төлеңгіттер онымен бірге кетеді. Кейін Севан Радан олардың көмегімен жоңғар тағына отырған болатын. Құрметті көрермендер, 1756 жылы маусымда Абылай өзінің одақтасы Әмірсана тайшыны жоңғар тағына отыруына көмектесу үшін 3000-ға жуық сарбаз жинайды. Жасақтың бір қанатын Әмірсана, екінші қанатын Абылай, үшінші қанаты Қожаберген батыр басқарды. Цин барлауының мәліметі бойынша 1000-нан астам қазақ Ертіс өзенінің дала жағынан Баян тауынан қозғалып батысқа қарай жылжыды. Ойраттар Баян тауын Барлық тауы деп атаған. Ал жоңғар қазақтың біріккен әскерінің саны Мәнжу генералы Дарданның баяндамасында 3 есе аз көрсетілгенмен 300-ге жуық төлеңгіттен тұратын қазақ жасағы болғаны айтылады. Құрметті көрермендер, біз жоғарыда айтып өткен Цин патшалық дәуірінің мұрағат құжаттарындағы тізімде бұрынғы тексеруде аталмаған жаңа есімдермен толықтырған тізім дәптерінде әуелден Тәуке ханның иелігінде адамдар деп көрсетілген 1000 төлеңгітті басқарған Жаназар батырдың есімі де кездеседі. Шұбартаулық Бөдес Асубайұлынан қалған шежіреде қазақтың төресіне бірге келген 4 бала Аю, Сары батыр, Жемет, Құлтан, Жөлкі бір-біріне бауыр болып кеткен екен дейді. Қазақ пен қалмақ жауласқанда бұлар қалмақты жеңіп, Тайшықты қалмаққа хан сайлап, кейін Қытайдан елін жерін қорғап, өсіп-өніп Шұбартау төлеңгіттері атанып ел болған деп айтады. Міне осы шежіренің осы тұсына назар аударатын болсақ, онда төлеңгіт қауымның негізін Мәнжу Қытай шапқыншылығына қарсы тұрған небір мықты батырлардан құралғаны дәлелдер табамыз. Жеңіс Әубекірұлының шежіресінде олар әдетте ылғи желден тайшымыз деп сөйлей салады деп жазады. Сірә желден тайшының өзі де төлеңгіттің атақты батырларының бірі болған. Құрметті көрермендер, ендігі жерде жоңғар мемлекетінің құлауы мен
Мәнжу Қытай әскерімен соғысқан қалмақ қазақ жасақтарының құрамындағы төлеңгіттер туралы баяндайтын боламыз. Орыс дерек көздері жоңғарларды қазақтың мәңгілік жауы деп көрсетеді. Алайда ол мүлдем олай емес еді. Барлық қарама-қайшылыққа қарамастан қазақтарға ең жақыны ойраттар мен қалмақтар еді. Себебі олар да көшпелілер болатын. 1745 жылы Жоңғарияның ұлы билеушісі Қалден Серенің мезгілсіз жұмбақ өліммен қайтыс болады. Жоңғария ұзаққа созылған ақыр мемлекетті құртып тынған ауыр дағдарысқа түседі. Атақты қонтайшының орнына Зайсандар 1746 жылы ортаншылы Сыбан Дожыны таққа отырғызады. Оны 1750 жылы Қалденнің үлкен баласы Лама Дожы өлтіріп, билікті қолына алады. Лама Дожының билікке келуімен оған наразы болған Дабаш тайшы Хой тайпасынан шыққан Әмірсанамен бірге қазақ жеріне қашып келеді. Қашып келіп көмек сұрайды. Дабашының әкесі Жетісудың шығыс солтүстігі мен Ертіс өзенінің жоғарғы ағысындағы Ресей мен Қазақ хандығымен көршілес, алқаптың бәріне иелік жасаған өте ықпалды қалмақ билеушісі болған. Дабашының өзі жоңғар хандығының солтүстік аумағын күзетіп, Сібірден Құлжаға баратын орыс керуендерінің қауіпсіздігіне жауапты болды. Қалден Серен билігінің соңғы жылдарында Дабаш тайшы Шар Құрбан немесе Патша Құрбан өзен жағасына жақын жердегі жоңғарларға иелік етті. 1744 жылы жоңғарлармен бітімге келу кезеңінде қазақтың ең ықпалды сұлтандары Абылай мен Барақ сұлтанның ордалары осында орналасқан еді. Сонымен Дабашы Жоңғариядағы жақтастарының белсенді қолдауымен және қазақтардан қарулы көмек алу арқылы таққа таласуға дайын болды. Ол қазақтардың Ұлытауда өткен хан кеңесінің шешімін күтті. Кеңесте Дабашыны қолдауға шешім қабылданып, әскери жоспарға сәйкес қазақтар мен Дабашының аз ғана жауынгерінен құралған жасақтардың бір бөлігі Абылайдың басқаруымен Ертіс бойымен жоғары жылжып, Дабашының қарсыластары Дөрбеттерге шабуыл жасады. Дөрбет отрядын қала Қара Батыр деген атпен танымал Аю Си Батыр басқарды. 1755 жылдың жазында Аю Батыр бастаған жасақ Кетпен Кеданшан асуы арқылы Шығыс Түркістанға шегініп бара жатқан Дабашы ханның артынан түседі. 23 маусымда түнде Аю Си Батыр оларға тұтқиылдан шабуыл жасағанда, ойраттар оны Мәнжу Қытай әскері екен деп дүрбелеңге түседі. Аю Си Батыр 49 Зайсан мен Тайжыны, Дабаш хан мен оның 5000-нан астам адамын тұтқынға алады. Кейін Дабашының өзі 2000 ойратпен Шығыс Түркістанға қашып барады. Көп ұзамай Қытай қолына түсіп, бір жылдан кейін өлтіріледі. Ал Абылайдың екінші бөлігі Дабашы мен Әмірсана басшылығымен жоңғар астанасы Құлжаға немесе Текестегі қалмақтардың жазғы ордасына қарай жылжиды. Іле өзенінің аңғарымен жылжыған Дабашы оңтүстік батыстағы Жоңғарияға басып кіріп, Астана байтағына күйрете соққы береді. Дабашының Зайсаны әрі тәжірибелі қарт жауынгер Мамыт Дербіттерді қуып жетіп, олардың Халқұйге, одан әрі Қытайға өтетін жолын бөгеуге шығады. Бұл оқиғалар 1752 жылғы қараша мен 1753 жылғы қаңтар аралығында болды. Дабашы тайшы 1753 жылы 27 қарашада Қалден Сереннің ұлы Лама Дожыны өлтіріп, хан атанады. Осыдан кейін қазақтар Жоңғарияға шабуылдамауы керек еді. Алайда Дабашы өзі 1753 жылдың желтоқсан айында өзінің бұрынғы одақтасы Әмірсанаға қарсы шабуылға шығады. Емил өзеніне қарай шегінген Әмірсана Абылай ханмен жаңа одақ құрып үлгереді. Сондықтан болар 1754 жылы қазақ жасақтар жорық бағытын Ертіс батысы Жайырдан Іле өзеніне дейінгі аумаққа өзгертті. 1754-55 жыл 2 жыл қалмақтар қазақтардың, әсіресе Жоңғария астанасы Құлжаға жасаған жүйелі жорықтарынан бас көтере алмай қалады. Алтай мен Тарбағатай арасынан өтетін бағыттағы жорықты қазақтың атақты батыры Қанжығалы Бөгенбайдың өзі бастады. Қалмақ үдере көшіп, Құлжа мен Жаркенттің арасындағы талқының асуынан асып, Құлжаға қарай бағыт алады, ал оның ар жағында Қытайдың қалың әскері тұрды. Жоңғарларды талқандағаннан кейін
Мәнжу Қытай әскері 1756 жылы қазақтарға қарай қозғалады. 1756-1757 жылдары оларға қарсы біріккен қалмақ жасақтары соғысады. 1757 жылдың 30 тамыз айында Әбілпей сұлтан Цин әскерінің шапқыншылығын тоқтатып, Бейжіңде бейбіт келісімге келеді. Алғашқы қазақ елшілігі келіссөздер барысында Тарбағатай мен Іленің әуелден оларға тиесілі екенін мәлімдеді. Ол жерде 1745-1755 жылдары қанды қырғын кезінде Мәнжу Қытай әскері бұл өлкеге келгенге дейін жоңғарлардан қайтарып алғандарына дәлелдер келтіріп, шекара мәселесін жеткізсе, Қытайлар жағы қалмақтың тайшысы Әмірсана тайшыны қайтаруды талап етеді. Әмірсана 1754 жылы Дабашыдан қашып Қытайға кеткен. Ол жақта Қытайдың әскерін бастап әкелген, бірақ 1755 жылы Қытай елін қырып жойып бара жатқаннан кейін оларға қарсы көтерілісті бастап, Баратола деген жерде қонтайшы болып сайланады. 1756-1757 жылы бірнеше рет Абылайға қашып келіп, ақыры 1757 жылы Тобыл қаласында сүзектен өлген болатын. Қытай билігі осы тұста Әмірсананы іздеуді сылтауратып, қазақ билеушілері туралы ақпарат жинаған. Олар: орта жүзде бір хан болған, ол Есім хан, оның ұлы Жәңгір хан болған, Жәңгір ханның ұлы Тәуке хан, Тәуке ханның ұлы Болат хан, оның ұлы Әбілмәмбет хан. Қазіргі таңда Әбілмәмбет хан билік етіп отыр. Әбілпейіз Әбілмәмбеттің ұлы, қазір сұлтан лауазымын атқарады. Абылай Әбілмәмбеттің аталас бауырларының ұлы, хан тағына отырмағандықтан сұлтан болып табылады. Ол қол бастап шекаралық аймақтарға бекінген деп мәліметтер береді. Құрметті көрермендер, 1760 жылдың 19 ақпан айында Төлеңгіт Райымбек орыс елшілеріне өткен күзде Абылай сұлтанның тапсырмасымен Әбілмәмбет ханның ұлы Әбілпейізге сыйлық ретінде дайындалған 4 атты жеткізу үшін Қаратал өзені бойындағы ордасына барғанын айтады. Бұл жылқылар Цин патшасына Мәнжу Қытай әскерлерімен бірнеше қақтығыстардан кейін тыныштық белгісі ретінде жолданған болуы мүмкін. Қалай болғанда да дәл осы уақытта Цин қолбасшысы императоры Сяньлунға осындай сыйлық туралы хабарлаған. 1760-1764 жылдар аралығында Қабанбай батыр бір кездері қалден серен ордасы тұрған жоңғар жеріне Қаракерей наймандарды, ал Төлеңгіт Райымбек уақ керейлерді көшіреді. 1758 жылдар Әбілпей сұлтанның Жетісудағы ордасы Көксу мен Қаратал өзендерінің арасында болды. Ордадағы төлеңгіттер хан жарлығын таратып, Іленің басындағы Құлжа шатқалына дейінгі жерлерге қазақ руларын қоныстандыруды өз бақылауларында ұстады. Мысалы, 1760 жылы Әбілпейіздің қол астындағы Найманның Тұлтұғыр руының старшыны Таңатар батыр барлыққа, Қаракерей руынан шыққан Нарбота Темір Шорғаға, Есенгелді мен Жолымбет Тарбағатайға, Тұлымбайдың иелігіндегі жалайырлар Қаратал мен Көксудағы Алтын Емелге қарай қоныстанған. Әбілпей сұлтан ең алдымен Албан Суан елдерінің Іле өзенінің басына жылжыған көшіне басшылық жасады. Ол үшін ең алдымен Қытай басшылығымен тұрақты қарым-қатынас орнатты. 1802 жылғы жарық көрген Қытайдың тарихшысы Сун Юнның батыс шекараны басқару жөнінде қысқаша мәліметтер атты жинағының 12 томында Қазақтың қайнар бұлағы атты арнайы бір тарауында Әбілпейізді оң топтың, яғни ұлы жүздің билеушісі деп атайды. 18 ғасырдың 60-70 жылдары қалың Найман мен 12 тайпадан одақ құрған Абақ Керейді бастаған Әбілпей сұлтан шығысқа қарай ентелей жылжып, Тарбағатай Алтайдың 2 қапталын түгелге жуық игерді. Қазақ шежіресінің білгірі Құрбанғали Халид Әбілпейіз келуімен наймандар жаппай бұған ергенде, аз уақыт өтпей төрелер де, ақ тулылары қосылып, заманында ел Құлжа Шәуешек қолтығына дейін, Жайсан көлінің жоғарғысы Маңырақ, Сауыр, яки Сайқан тауларына дейін ертістен өтіп Алтай етегіне дейін барып орналасты деп айтады. Өзеннің басын алмай өлке сенікі болмай деген Әбілпей сұлтанның әр қадамын қолдап отыруға тиіс. Мамадайыр Мамашықты бастаған Өмірзақ Аталық пен Жаназар Батыр қарамағындағы желден тайшы тобы Лепсі мен Іле өзендерінің басына дейін барып, көштің алдында жүріп, жаудың бетін қайтарып отырған. Олар Әбілпейіз бен Абылайдың кеңесшілері мен елшілердің күзетшісі қызметінде атқарды.
Ертеде жаугершілік заманда деп басталатын кәр құлақ қарияларының әңгімесінде Мамадайырдың атақты Тілеу батырдың жекпе-жекке жиі түсетін көзсіз батылдығы әсерлі түрде айтылады. Сонымен қатар жалаңтөс Тілеу батырдың даңқы бүкіл Орта Азияға шыққан. Себебі Мамадайыр мамашықтар Бұқар Ташкент сауда керуендері мен елшіліктерінің Қытайға өтуіне кепілдік берді. Ол кезеңдерде Шыңжаңға баратын жолдың барлығы шығыс Жетісудан өтті. Олардың негізгілері Ертіс пен Іле өзендерінің аңғарлары, Жоңғар қақпасы мен Алтын Емел, Қорғас арқылы өтетін өткелдер және Қырғыз тауларының асулары болды. Шұбартау төлеңгіттері қатарындағы Дейіт, Сабаншы, Оңажыт, Ошақты және Тебержін бұлар Орта Азиялық сауда өкілдері болатын. Олардың Мамадайыр мамашықтарға туыстық және тұрмыстық жағынан да жақын болуының да себептері де осы Қытай Орта Азия саудасына байланысты болып шығады. Құрметті көрермендер, атақты Тілеу батыр Мамадайырдың жалаңтөс атасынан тараса, Өмірзақ аталық Ақтөс атасынан туады. Ақтөс пен жалаңтөс егіз болған. Өмірзақ қалың елдің құты болса, Тілеу батыр алмас қылыш еді. Мамадайыр мен мамашық бабаларымыз да егіз болды. Олардың есімдерінің мағынасы сүттес бауырлар дегенді білдіреді. Хан балаларымен бір ананың сүтін емгендіктен ханның ең жақын сенімді адамдар ретінде Әбілпейіз ордасының қауіпсіздігіне жауапты болды. Жалпы Мамадайыр мамашықтардың Еділ жайық бойындағы Астрахан саудасы мен Шығыс Жетісудағы Қытай саудасын бақылағандарын да ескеріп отыруымыз керек. Еділ қалмақтарының тайшысы Аюке хан тұсынан қалмақтармен өзара достық қарым-қатынаста болған Мамадайырлар Еділдің Кавказ жағы мен Астрахан Бұқар аумағында керуен саудасына бақылау жасады. Мамадайырдың көкен аталық ұрпағынан әйгілі Сүйіндік батыр, Бақы би, Қалыбай батыр болды. Қалыбай батыр Бөкей ханмен бірге Еділ жайық арасына көшіп келіп, Еділ қалмақтармен бірге төлеңгіт қауымын құрып, ішкі орданың негізін қалауға көп еңбек сіңірген. Еділдің төменгі жағы, одан батысқа қарай ресейлік Астраханның Камызяк, қазақша Құмөзек ауданының Застенка ауылына түгелге жуық Мамадайырдың Бақы би ұрпақтары қоныстанған. Атырау өңірінің Құрманғазы ауданы Ганюшкин елді мекенінде, Каспий теңізінің солтүстік батыс жағалауларында Алтай Мамадайыр атасынан тарайтын Анда, Алдасай, Қырғызақ, Қалыбай, Сәдібек, Шеркешбай, Теңізбай атадан тараған ұрпақтар тұрады. Қарқаралы өзіндегі Қуандық руының шежіресіндегі Сайдалы Мамадайыр руын тарқата отырып, Алаштың көсемі Әлихан Бөкейханов қазақ халқы төлеңгіттер туралы Өмірзақтың құтына, Жаназардың туына жиналған ел деуші еді деп жазады. Бұл екеуі пана іздеп, өз жерінен шеттегендердің бәрін өздеріне қосып алып қамқор болған. Алғашқыда Мамадайырлар мен қалмақтар Құрама деген ру болып аталған. Кейіннен оларға құшы келіп қосылған. Солардың бәрі Шұбартау төлеңгіттері атанған делінеді. Абылайға өз туыстарымен көшіп келген қалмақтың батыры Жаназар мен Өмірзақтың достығына жиналған елдің тарихын басқа қырынан жоғарыда айтылып өткен Қытай мен Бұқар Ташкент саудасына шоғырланған төлеңгіттің кедендік қызметі тұрғысынан қараудың қажеттілігі туындап отыр. Әрине Өмірзақтың да малының көптігі оның байлығын айғақтайды. Ол қазақ даласына ықпал етудің негізгі көзі болатын. Себебі қазақ жеріндегі сауда мен айырбасты ұстап тұрған қазақтың малы болды. Жоңғар хандығы жойылғаннан кейін бүлікшілер мен қарақшылар шекаралық аумақты өз бақылауларында ұстады. Сондықтан қой мен жылқы табындарын Құлжа мен Қашқарға жеткізуде қарулы төлеңгіттердің күзеті маңызды болды. Ресейлік зерттеуші Левшиннің жазуына қарағанда 18 ғасырда қазақтар тек Ресей шекарасындағы сауда орындарына жылына 1 миллионнан аса қой әкеліп сатады, сол шамадағы малды шығыс көшелеріне де асырады. Яғни қазақ ел 18 ғасырда ең малы көп және көп сататын ел қатарында жүрді. Құрметті көрермендер, қазақтың соңғы ауызша шежіре дәстүрінің өкілдерінің бірі болған Тілеубек Шымырып марқұм Қоқанды шапқан Дейіттің батыры Бөрібай бабамыз еді, ерлігі ескерусіз кетіп барады деумен кеткен еді. Біз алдыңғы бейнебаянымызда Шұбартаудан әскермен барып, Қоқан хандығын шапқан Жаназар батырмен бірге барған Бөрібай батырдың ерлік пен Ташкент түбінде қаза тапқаны туралы баяндадық.
Майдан даласында жекпе-жекте жаудың 2 адамын алған Бөрібай батырдың аты сүрініп, аяғы аттың астында қалып, ортан жілігі үзіліп, сол жолы мерт болады. Жаназар батыр соғыс даласынан Бөрібай батырдың аяғын өзі мінген аттың терісіне орап алып шығып, Бөрібай батырдың бүткіл денесі ретінде елге әкеліп жерлеткен. Осы әңгіме желісімен қарағанда 1767 жылы Абылай Сұлтан Ферғана түбіндегі Ерден би бастаған өзбек қырғыз әскерімен соғысып, қоқандық билеуші Ерден бимен бейбіт келісімге қол жеткізеді. Осыдан кейін қазақтар Ташкентке емін-еркін барып қайта сауда-саттықтарын жасай бастайды. Әрі қазақтар Ташкенттен Ресейге баратын керуен жолына иелік ету құқығына да ие болады. Қоқан қазақ арасындағы бейбіт келісімнің арқасында ғана қазақтарды алдап арбап, малының бағасын төмендетіп, айырбасқа арзан қол дүниелерді ұсынатын саясатқа тоқтау салынады. Қазақ таңбасыз, өзбек саудасыз болмайды деген мақалды да үлкендер бекер айтпаған.